Assalamu alaikum. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, туугандар. Бүгүн биз Бишкек шаарында Рио Муна базарына келдик. Бүгүн 25 жыл 25 май. Биз корейский рядтарга келдик. Мына ушул жерде бардык кореецтердин унааларын бир 10 мүнөттүк чыгарылыш кылып сиздерге көрсөткөн турабыз. Биздин каналда биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз лайктан басып, катталып гана көрүңүздөр, колдоп кое бериңиздер. Мына жерде Kia Sportage кара түстө. Ушул унаа менен биринчи тааныштыра берейин сиздерге. Бишкекский учетто экен. Kia Sportage 195 000 пробегте, 2019 жыл, 2 объем автомат дизель дейт. Идеальный состояние дейт. Прошу 15499 плюс торг. Мына ушул номер менен скриншот кылып туруп, жаккан болсо байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр, эгер сатылып кетпесе. Ички абалдарын бир катар көрсөтөлү. Повторительный повороту бар экен. Бешключевой доступ. Ички абалдары мына ушундай мультимедиа бар экен. Полосаны кармайт. Спящий мотор. Подогрев сиденьялары бар экен, авдуп сиденья бар. Мультимедиа, шундай чоң монитордо. Кожаный салон, такси болгон эмес. Артка абалына бир аз көрсөтөйүн. Кожалардын абалы өтө сонун экен, туугандар. Жакшы. Туган, колго тийиши канча? Болуш 14,5 бе? 14 болобу? Болбой калабы? Качан келди машина? Августта келген. Августабы? Атам алганбызда негизи буну. Атам чоңураак машина алган деген чыгарганбыз. Чоңураак машиналарды деген чыгарасыңар, Родной окрас полный. Полный роднойбу? Ушундай туугандар. Эгер жаккан болсо байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Ийинин номерин калтырдык, байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Бул жерде дагы Касем бар экен. Касем, мына кандай түс болуп калат, мокрый асфальтпы же? Серебристийби? Серебристийге жакын эмес да, мокрый асфальт. Ушундай K7 Kia. 158 000 пробег экен, 3 объем газ, автомат коробка. 17500 дейт. Жаккан болсо мына ушул номер менен байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Родной окраска дейт. Башка сиздерде эмес. Родной окраска, повторительный поворот бар экен, бесключевой доступ. Ички абалдары баары жайында экен. Подогрев сиденья, подогрев руля. Бардыгы бар экен. Эси жок. Бирок номерин калтырып койдум, көрө бересиздер. Чалып байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Hyundai Tucson. Hyundai Tucson. Күмүш түстө. Күмүш түстө Бишкекский номерде экен. 2018 жыл чыгарылыптыр. 1.7 объем. 12700 деп доллар деп койгон. Номерге, мына номерге байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул Tucson'ун дагы эси жок экен. Номерди калтырдык. Номерин скриншот кыласыздар дагы байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Hyundai DN8 капкара түстө. Чуйский регион номер растамашка болуп тур. Маша сизденби бул? Капят наркы сизден бе? Аз тартып өтөбүз. Досум келдиңби? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Басын айтамы? Өзүңдүкү? Атаңдыкы ба? 14500 деп жазыптыр. Мына номерге байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Hyundai Sonata DN8 2019 жылы чыгарылган. 118 оригинал пробег дейт, 2 объем газ, автомат коробка. Идеальный состояние деп жазып турат. Качан келди машина? Повторительный повороту бар экен, бесключевой доступ. Ачкын. Бас. Не болду? Ачкын. Мени тааныбай да бир болсо. Кожалары жакшы экен. Ушундай кнопочный баскычтар менен коробканы которосуздар.
Бардығы бар екен туғандар. Чоң мониторды, подогрев сиденья, подогрев руля, кожалары бүтін, абалдары таза екен. Болушы қанша екен? Қолға тиерім, білбейсің бе? Жатаң білеу. 14 бе? 14 мың. Болды, номерді қалдырдық. Жаққан болса байланыс сөйлесіп көрересіздер. K5 серебристый. Күміш түсті ұшындай K5-ті дағы тартып көрсетер әлі. Есі бұл жерде бар, мен жанында тұрады. 2021 бе? Жылы 2021 екен. Пробеги 149 мың. Родной у? 12.200 доллар деп жазып тұр. Телефон номерлері мына шындай қылып көрсетеміз. Скриншот класстардағы жаққан болса сатылып кетпесе байланышып сөйлесіп көре бересіздер. Срочно сатылады. Срочно ба? Егер дағы кішкене алушылар болса. Болушы қанша қолға тиері? 12 мың бір рет қылдым таза. Мен дос баламды қазір басып кеттік. Дос балаңыздығы 12.000 доллар, Қашан келген бұл? Жақында келген. Жақындалы, Кожаный салонда, электропакет, отырғыштар мынандай, шындай жылдырғыштарда екен, мультимедиа, подогрев сиденья, орташа комплектасы екен. Номерді қалтырып қойдық, жаққан болса байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Бұл санатада сіздерден бе? Дос балаңыздан бе, же сізден бе? Дос балам. Бұлар растамашқа болған, бірақ номер алынын екен. Номерді кім алады? Сіздер алып бересіздер? Сөйлеушілер немелер болады ғой. Номерге номеріне бір 400-450 доллардың айланысы кереді. Бұл ақ түсті саната. Саната, мұна шындай решетка обновленный, бұл жаңы шыққандар бұларды. 2020 жылы шығарылыптыр. Пробеги 165 мың. 12.500 доллар деп жазып тұр. Мұна шу номерге байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Такси болған, бірақ пробеги аз екен. Пробеги аз екен. Ичкі абалын шындай видеодан көріп байқай бересіздер, туғандар. Ичкі абалын видеодан көріп байқай бересіздер. Водительский жағында подогрев обдув бар екен. Шындай монитор бар. Кожалары таза. Байланыс сөйлесіп көресіздер, номерді қалтырдық. Шоколад түсті Камринда сіздерге көрсетіп өтейін. 70-ші кузов 2021 жылы шығарылыптыр. Пробег 27 мың дейді, объем 2.5 гибрид автомат коробка 27 мың доллар деп тұрады. Мына осы номермен байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Шоколад түсті Камри 70. Пультті басып қойшы досым, için көрсетіп қойайын. Дөңгелектері жайық екен, абалы жақсы екен. Бірақ растамашқа болған номер алын әле екен. Камера өте таза екен. Жаққан болса байланып сөйлесіп көре бересіздер. Комплектациясы қандай? Мындайлы için көрсетейін дағы. Подогрефтері бар екен, мониторы бар. Люк бар екен. Бұл максимальный максимальныйға келмейді, бірақ орташа да. Комплектациясы орташа. Номерді қалтырдық. Байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Hyundai санатанда көрсетіп өтейін. Ақ түсті. 2018 жыл шығарылып тұр. 116 мың пробег оригинал деп жазылып тұрады. 2 газ автомат коробка 12.900 доллар. Мына номерге байланысып сөйлесіп көре бересіздер. Скриншот класстардағы сатылып кетпесе çalып сөйлесе бересіздер. Повторительный поворот жоқ, бесключевой доступ. Мультимедиалар бар екен, электро көтергішті. Подогрев сиденья бар, чоң мониторы бар, абалы жақсы.
Так, такси. Бұл не такси екен? Такси болған емес екен, бұл? Yok bu не такси. Не такси екен, а? Машина сізде ме? Шықвалдағы жақсы екен. Есінен қолға терін сұрайыншы. Тоқатар жерін деп қойды ғой. Болушы қанша қолға тері? Қолға терін айтсаңыз? Kolga terini ayt. 12.300 қолға тері 2018 жыл шығарылған. Номерін қалдырдым. Егер сатылып кетпесе байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Бұл жерде К5 3-ші поколение бар екен. Мокрый асфальт. 2021 жылы шығарылған не такси дейді. 2 объем бензин, 163 000 оригинал деп тұрады. Пробеги автомат коробка. $16,000. Егер жаққан болса, балашып нашы номерменен скриншот класстардағы байланыс сөйлесіп көре бересіздер. Ичка балдары мына ушундай видеодан көрүп, өзүңүздөр байкап көрө бересиздер. Бардыгы эле бар экен. Основной бардыгы бар. Орточо абалда. Такси болгон эмес. Байланыш сүйлөшүп көрө бересиздер. Номер алын эле экен, бирок растамашка болгон. Сиздин машинаңыз эмне эле? Аты. Мына машина. Карнивал, бул? Жылы канча? 2021 алдындағы 2021, ички абалдары өтө сонун экен. Кожалары бүтүн. Бул холодный салон деп коет да, бул холодный салон, карнивал. Карнивал 2021 жыл чыгарылган, срочно деп жазыптыр. Пробеги 209 000, автомат коробка, 2 объем. Хорошее состояние, $21,200. Свежий келди деп эс айтып жүрөт. Мына ушул номерге байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Эгер сатылып кетпесе, байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул карнивалдын бул жаңы чыгарылганы бул. Акыркы кузовпу бул? Карнивалдын, а? Ички абалын бир катар бир аз көрсөтөйүн дагы. Болгон акыркы сценасын силерге сурап берейин, эси бар экен. Ушундай. Басы қанша қолға тері? 20 жарымға Сұрышына ба? 20 жарымға ба? 23 сатып. Бұл қанша место болып болады арты? 8 болады, а? 20 жарымға беріп жүреді екен. 20 бола ғой байда. 20-ға сүйлесіп қалса қандай болып қалады? Келесің бұл? $20,000 сүйлесіп көресіздер туғандар. Bir az содалашып көрсеңіздер болса керек, бирок бұл 2021 жылы чыгарылган бұл жаңы. Бұл жерде дагы карнивал турат да, мына 2 карнивал, 2 башка. Бұл кийинки чыгарылган, бұл мурунку чыгарылган карнивал да. Бұл деле 2019 жылы чыгарылган Кореяда 2 дизель, 125 000 оригинал деп турат, пробеги. Сенасы $16,900. Мына ушул номерге байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Машинасы жүрүп турат. Ички абалы бул деле ушундай жакшынакай болгон салондо экен. Подогрев сиденьялары бар экен. Подогрев ролу бар. Ушундай карап туруп көрүп ала бересиздер өзүңүздөрчү. Biz жылын көрсөттүк, пробегин көрсөттүк. Басын көрсөтүп атабыз. Байланышып сүйлөшүп көрө бересиздер. Номерлерин калтырдык. Biz 15 мүнөттүк видео кылып сиздерге жакшы жеткиликтүү кылып тартканга аракет кылдык. Эгер сиздер биринчи жолу биздин видеону көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз лайктан басып, катталып, бөлүшүп гана көрүңүздөр тугандар.